сотқа ешкім мынандай шешім қабылда деп тапсырма бере алмайды. Алаяқтықпен сотталып кеткен құрылысшылар болған. Жұмысымыздың соншалықты халыққа маңызды екенін өзіміз көріп, диалар қауымына деген халықтың тарапынан сенім, ол міндетті түрде билікке, мемлекетке деген сенім. Оның қателесуге құқығы жоқ. Қадірлі ағайын, құрметті ханымдар мен мырзалар, заң үстемдігі бағдарламасына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі студиямыздың қонағын таныстырып өтейін. Астана қалалық сотының судьясы, судьялар одағының хатшысы Жапарова Гүлнар Сәрсенбекқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Гүлнар Сәрсенбекқызы, енді шын мәнінде судья ол өте бір жауапкершілігі жоғары мамандық деп айтуға болады. Бүгінгі күн енді әділеттілікпенен заң үстемдігін қатар қадағалайтын салаға қызметке келуіңіздің себебі қандай? Өзімнің кішкентай кезімнен армандаған бір мамандығым еді, прокурор болам деп мамам айтып жүретін. 4 жасында барлық жерде жүрген жерімізде неге ол соншама әділетсіз деген кезде, сол кезде әр жолы айтатынсың дейді, мен прокурор болам, осындан жөндейін деп. Сол кезден бастап арманым болғандықтан, сол есейгенде өзім Алматыға барып, ол кезде заң факультеті тек қана Алматы мен Қарағандыда ғана бар еді. Алматыға барып түскен жайым сол арманым орындалғанына өзім сол мамандыққа жауапкершілікпен қарайтындай кезге келдік. Енді судья бір күндік мамандық емес, ол енді былай қарағанда адамның өмір бойғы таңдауы, осы өмір жолы деуге болатын шығар. Сол салада енді қазіргі таңда осы Астана қаласында судья ретінде қандай бағытта істер қарап отырсыз? Сот саласында 30 жыл бойы еңбек етіп отырмын, оның ішінде сол 20 жылы судья лауазымында. Біздің қарап отырған істердің санаты азаматтық істер. Өзіміздің сол специализациямен қараймыз. Азаматтық істерді қарағанда көптеген халықтың сол құқығын қалпына келтіру, азаматтардың бір-бірімен дауласқанда өздерінің сол дауын шешетін жер площадка жоқ болып. Сондықтан олар ең бірінші алады, сразу сотқа келеді. Сотқа келген кезде олармен әңгімелесіп, татуласу мәселесін талқылағанда даудың өзі шешіліп жататын көптеген істер бар. Біз Астана қалалық соты осы 24 жылдың нәтижесі бойынша татуластыру көрсеткіштері бойынша бірінші орын алып, республика бойынша. Себебі біздің төрағамыз сол мәселені бірінші елді татуластырып көріңдер деп сондай бір мақсат қойды. Біз де соған талпынып, елдің ризашылығына бөленіп соған тырысамыз. Бүгінгі күнде азаматтық істерде халықтың көп келетін даулары, енді отбасылық даулар, жалпы мынау экономикалық даулары бар. Сонымен қатар енді халықтың белгілі бір бөлігі әділеттілікті өзіңіз айтқандай сіздерден іздеп келеді. Қазір бүгінгі күні қандай істер көп, қай бағыттарға назар аударған дұрыс? Залалды өтеу бойынша істер көп келіп жатыр. Отбасы даулары бар. Бір-бірімен ажырасу, мүлікті бөлу. Қазіргі сол біздің қойған тағы бір мақсаттардың бірі сол отбасы жағдайын жақсарту. Біз некені тіркеу органдарынан бастап ерлі-зайыптылармен жұмыс істеуді қолға алып жатырмыз. Осыдан 2 жыл бұрын біз отбасына байланысты даулардың бәрін бір отбасылық сотқа қостық. Енді басқа соттар отбасыға байланысты істерді қарамайды. Кішкентай балдар бар, ерлі-зайыптылардың арасында немесе олардың енді мүлкі бойынша қаралатын істердің бәрі отбасылық сотта қаралатын болды. Және біз сол соттың өзінде татуласу орталығын аштық. Татуласу орталығының филиалын аштық. Татуласу орталығы кәдімгідей істерді қарау ғана емес, олардың алдын алу мақсатын қойып отыр. Сол халыққа көмектесу, әсіресе сол жастардың бір-бірімен тіл табысу, психология тұрғыдан оларды ешкім еш нәрсеге үйретпеген, бір-бірімен тіл табысу, бір-бірін сыйлау деген сияқты. Ол әрқайсының отбасына байланысты болғандықтан, енді солардың тілін тауып, мына жерде кешіре салуға болады, мына жерде түсіністікпен қарауға болады. Ол балдарды тірідей жетім қылуға тұрмайтын нәрсе.
көбінде сол материалдык проблемаларга кезиккенде сол ажырасып жататындар көп болот. Биз солардын алдын алып, енді Каңгы соттун бирде-бир төрагамыздын коюп отургандарынын бири сол үлкен маселе. Енді отбасы ол шағын мемлекет, енді бүгінгі күні өте дұрыс айтасыз. Жалпы ажырасу бойынша да өкінішке орай біздің мемлекетіміз санаттардың бас жағында тұр. Сол себепті енді әрине оның арасында енді әлеуметтік мәселеде, экономикалық мәселелерде туындайтыны белгілі. Жалпы сонымен бірге халықтың мынау баспана мәселесінің айналасында, басқа да тұрғыда өте көп сұрақтары туындаған кезде де осы сотқа келеді. Мен енді өзіңіз енді азаматтық істер қараған кезде бір ерекше есіңізде қалған кейстер туралы білгім келіп отыр. 2010 жылдан бері биздин Астанада үлескерлердин көптөгөн истери каралды. Олар пәтер аламыз деп үлестерин косуп, бар акчаларын салгандан кийин жаңагы үйлөр соғулмай алаяктыкпен сотталып кеткен жана курулушчулар болгон. Сол кездеги енді мына 200-300 адамдай келип сотко сотташады го, биздин енді укуктарыбызды калпына келтириңиздер, ана кисилер сотталып кетти, биз енді эмне истешибиз керек деп. Оларга карама каршы жаңы сотталып кеткен кисилердин адамдары келет, биз де акча салдык деп. Биз сол кезде эгжей-тегжейлүү квитанциялардын төлөмдөрүн текшергенден кийин жаңағы шарта ким төлөдү, ким төлөгөн жок, укуктарын калпына келтиргенде 200 адамдын баары туруп шапалак урганда, сол биздин жұмысымыздың соншалықты халыққа маңызды екенін өзіміз көріп, өзімізден риза болған кездеріміз де бар. Кейде әке шешесінің ішкілікке салынып, жаңағы баласына қарамай кеткен жаңағы істердің несі қиын болады, жүрекке тиетін істер қараймыз. Өзің жүрегіңе тиіп, көңілің босап та кетеді, бірақ шешім қабылдау керек. Сол кезде жаңа кішкентай балдардың әке шешесінің құқықтарынан айыру істері өте қиын судьяларға. Судья болғанымен енді біз де адамбыз ғой, біз де сол халықтың ортасында өскен, біз де сол халықтың бөлігіміз. Сондықтан сондай істерді қараған кезде жүрегің ауыртады. Сол қиыншылыққа не қылатын кездер болады. Бірақ ол жерде заңға сәйкестіріп шешім шығарасын. Кішкентай баланы кейде сотқа шақырып, өзінен сұраймыз. 10 жасқа келсе, 10 жасқа келмеген бала болса, онда жаңа психолог, өзінің мұғалімін шақырып, өзінен сұраймыз. Әкеңмен қалғың келе ме, әлде шешеңмен қалғың келе ме деп. Сол баланың тілін тауып, оның шын мәнінде қандай күйде жүрген, оның шын мәнінде кімге жақынырақ болған, бізде сон қателеспей шешім шығаруымыз керек. Сол кездегі енді қиындыққа соғатын сондай істер болады, азаматтық істер бойынша. Сіздің енді көбіне азаматтық істерді қараған кезде енді адами тұрғыдан бұл қарағаныңыз енді судья ретінде өте сондай бір шын мәнінде жанашыр, мейірімді, білікті екеніңізді көрсететін қасиет. Жалпы судьяға, судьялар қауымына деген халықтың тарапынан сенім, ол міндетті түрде билікке, мемлекетке деген сенім. Сондықтан да судьяның мықтылығы сіздің ойыңызша неде? Судьяның мықтылығы менің ойымша өзінің сол білімімен дұрыс шешім қабылдау. Оның қателесуге құқығы жоқ. Сондықтан сол білімді көтеру үшін біз жаңадан келген судьялардың бәрін үйретуге тырысамыз. Тезірек олар қатарға кіріп, алдыңғы қатарлы судьялар болсын деп, кейде келген жас судьялардың өзі 1-2 ай істеп кетіп қалып жататындар да бар. Өйткені жүктеменің ол өзі бір болса, тағы да психологиялық тұрғыдан үлкен бір ауыртпашылықты көтере алмай кетіп қалып жататындар бар. Әсіресе соңғы кездері. Сондықтан оларға тәлімгерлік институтын қайтадан жандандырып, ол бұрын 2000 жылдар жақсы жұмыс істеп келатқан нәрсе етін, енді соны қайтадан жандандырып, қайтадан ережелерді сәйкестендіріп, бүгінгі заңның талабына, бүгінгі заманның талабына сәйкестендіріп, қайтадан дайындап жатқан жайымыз бар. Өйткені республика бойынша 3 жылға дейін еңбек өтілі бар судьялардың саны бұрын 200-ден аспайтын болса, қазір 300-ден асып кетіп отыр.
ол судьялардың бәрін үйретіп, мына алдыңғы буын судьяларымыз, зейнетке кетіп баратқан судьяларымыздың бірден бір міндеті сол кісілерді үйретіп, аяқтарына қойып, сол еңбекке кішкене баулып дегендей бар білімдерімен бөлісу деп соны көріп ол қаншалықты жүруде? Бұл енді балапанның қанаты қатайып ұясынан ұшқан сияқты бір қамқорлықты қажет ететін дүние ғой. Сондықтан да тәлімгер жалпы кім, қандай судьялар болған белсенді араласады? сол тәлімгерлікке біз мына бірінші сатыдағы аудандық сотқа жаңадан судья келіп отырса, сол соттың үлкен тәжірибесі бар судьясы жетекшілік етсе, ал тәлімгер ретінде жоғары сатыдағы апелляциялық сатының судьялары қатысып отыр. Біздің Астана қалалық сотының өзінде 20 шақты судьяны өз оларды үйретіп, кәдімгідей күнделікті істі қалай жүргізетінін қарап, сот шешімін қалай жазатынын мәшине үйретіп, оны заңды қалай қолданатынын көрсетіп, елдермен қалай сөйлесетінін үйретіп, сондай жағдайымыз бар. Біз оның бәрін енді республика бойынша судьяларға да тәжірибе ретінде бөлісіп, соны жібермекші болып жатыр. Керемет. Бұл енді бұл жұмысқа да және жаңа келген судьяның дағдарысқа ұшырамай бірден қызметті түсініп алып кетуіне үлкен көмек деп санауға болатын шығар. Сіз енді бүгінгі күні осы судьялар одағының хатшысы болып сайланыпсыз. Өте үлкен бір құрметті лауазым. Былай айтқанда екінші жағынан үлкен республика көлемінде жасалу керек жұмысты жетекшілік жасайтын бір сенім деп қарауға болатын шығар. Құтты болсын. Бүгінгі күні осы судьялар одағының да осы мәселенің алда қойып отырған судьялар одағының жоспары қандай? Қандай бір тәлімгерлік болсын, сонымен бірге оның алдында да бізге қонақта болған судьялар одағының төрағасы Дұрсан Шарманқұл айтып өткендей, көмекшілер институтын қалыптастыру деген үлкен бір мәселе бар. Сол туралы да ойларыңызбен бөлісіп отырсаңыз. Біздің ата бабаларымыздың билері болған ғой, билердің қасында әрқашан шәкірттер жүретін үйреніп, содан сол шәкірт оны күнделікті еңбегін көріп, күнделікті жаңағы шешендік сөздерін көріп, үйреніп, кейін халыққа жаңағы шешім қабылдаған кезде ол жаңағы үлгі өнегенің арқасында дұрыс шешім қабылдайтын. Бізде де сол судьяның шәкірті ретінде кәдімгідей бір вакансия болып, сол кісілерді үйретіп, яға дайындау деген енді арманымыз бар. Осы 4 жылдың ішінде орындалатын нәрсе деп сеніп отырмыз. Жоспар құрып енді жұмысты жүргізу қалды дейсіз ғой. Әдеп кодексінде қандай жаңалықтар бар? Бұл бұрында да бар кодекс еді, оған неге өзгерістер енді, қазіргі заман талабы ма, әлде басқа бағытта, сол бойынша көріп өтіп отырсаңыз? Әдеп кодексі осы 9-шы съезде президенттің қатысуымен өткен шарада қабылданды. Сол әдеп кодексінің енді бүгінгі заң талабына сәйкестендірілді. Өйткені бұрын судья өз қаралып отырған ісі бойынша ешқандай өз ойын айтуға шектеу қойылған еді, құқығы жоқ еді. Ендігі қазіргі судья өзін қоғамда жұмыстан тыс жерде өзін қалай ұстау керек, жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарында өзін қалай ұстау керек деген сияқты мәселелердің бәрін егжей-тегжейлі жазылып, судьяларға бағдар ретінде қабылданған бір кодекс болып отыр. Және сол кодексті қолданатын бізде сот әдебі бойынша комиссиялары бар. Ол комиссияға әр өңірде жаңа конференция жасап, конференция жинап, құпия дауыс беру ретінде ең жаңағы әділетті өздерінің әріптестерін өздері сайлайды комиссияға. Сол комиссия судьялардың жауапкершілігі туралы, егер де ол қоғамдық жерде өзін ұстай алмай, сол судьяның енді өзінің әдепті ұстаудың түбіне алса, сол комиссиялар қарайды. Ол комиссиялар қарағаннан кейін судья онымен келіспей шағымданса, жаңағы біздің орталық кеңеске шағым береді. Сол шағымды қарағаннан кейін орталық кеңес шешім қабылдайды. Сот әдебі кодексінде көзделмеген нәрселерді қарап жіберу мүмкін, ондайлар да болады. Мысалы, бір осының алдындағы отырыста біз сондай бір комиссияның шешімін бұздық, себебі ол жерде өз дәлелін таппады да, және ол этикаға байланысты нәрсе емес екенін біз
жазып солай қосқан жайымыз бар. Негізі былай айтқанда судьялардың кез келгені енді республика көлемінде қай жерде қызмет етсе де осы әділеттілікті қорғанды судьялар одағынан табады деп сенуге болады ғой. Судьялар одағы деген өзіміздің қоғамдық бірлестік. Біз судьялардың өтініштерін жинақтап, соны жүйелеп, енді сот әкімшілігіне немесе жаңағы еңбек өздерінің құқықтарын қорғау ретінде біз бірден бір қатысатын бір органдардың бірі бізге сенім білдіріп, енді өтініштерінің бірі бұқаралық ақпараттан мысалы оларды енді ар намысын жаңағы қорғау туралы кейде сондай өтініштерде түсіп жатады, әділетсіз болып жарияланымдар болып жатса, сол Бүгінгі күні енді әлеуметтік желі бетінде енді блогерлер кей жағдайда хайп қуған азаматтар болуы мүмкін. Кей кездерде мынау процесті түсінбей білмей жатып сыртынан тон пішіп сөйлеп қоятын да адамдар бар. Солардың барлығы айналып келген кезде былай айтқанда судьяға қысым көрсете бастайды. Оның бәрі судьяда енді адам болғаннан кейін, осы қоғам арасында жаратылғаннан кейін, ол да белгілі уақыттан кейін қысымға шыдамай қоғамның ығына да жығылып кетуі мүмкін. Енді ол азаматтық тұрғыдан алғанда енді адамның қасиеттеріне де байланысты ғой. Сондай жағдайларда судьялар одағы қандай қолдау көрсетер еді? Жалпы бұндай қолдаудың қалай көресіз? Қандай процесс түрінде жүргені дұрыс? Біздің сотта жаңағы бұқаралық ақпараттармен істейтұғын бөлімдер ашылды. Пресс-релиз жазып, шын мәнінде бұл іс бойынша осындай мәселе қарастырылып жатыр, шешім әлі қабылданған жоқ. Сотқа ешкім мынандай шешім қабылда деп жаңағы тапсырма бере алмайды, сондықтан сот өзі ешкімге тәуелсіз дұрыс шешім қабылдайды, күте тұрыңыздар деп түсіндірме беріп жататын жайымыз бар. Бірақ енді судьяға құрметтемеушілік көрсету мәселесін айтсақ, бұл жерде кешірімділікпен қарап, көбінде көзін жұмып қоя салады. Өйткені сотқа келген халықтың жағдайының өзі мәз емес, ол кісілерге енді кішкене мейірімділікпен қарайды судьялар. Бірақ республика бойынша соның ішінде бір 5 қылмыстық іс қаралыпты. Сотқа құрметтемеушілік танытқан кісілерді сол қылмыстық жауапкершілікке тартылған. 5 іс қаралған. Ол жерде сонда ол кісілер бейәдіп сөз айтқан ба, әлде болмаса енді қандай намысына тиген бе судьяның, қандай істер қаралады бұл жерде, оны да түсіндіріп кетсек? Сотқа жүгінгеннен кейін енді соттағы тәртіпті сақтау керек. Сот процессуалдық нормаларында жазылған тәртіппен жүргізіледі ғой. Сот өзі сөз берген кезде ғана сөйлеу керек, енді басқалар сөйлегенде оларға жаңағы тыйым жасамау керек деп, бөгет жасамау керек. Бірнеше рет ескерту жасалынады. Содан кейін уже болмаған жағдайда ғана жаңағы приставты шақырып, протоколдар жасалынып, жаңағы жауапкершілік туралы іс қаралуы мүмкін. Ондай істер көп емес. Жаңағы айтып отырмын ғой, республика бойынша жыл бойы қаралған істердің саны 5-ақ. Әкімшілік жауапкершілік бар. Оның 180 қозғалыпты әкімшілік жауапкершілік, оның 102-сі әшейін ескертумен шектеліпті. Айтып отырсақ, ал 28-іне айыппұл белгіленген, 5 адам ғана жаңағы бірнеше тәулікке әкімшілік тұтқынға алынған. Гүлнар ханым, енді өзіңіз судья ретінде жаңа судьялардың шын мәнінде шешім қабылдар кездегі жүрегіне түсетін салмақ, өздеріне алатын жауапкершілігі өте жоғары екенін айтып өттіңіз. Әрине судьяға әсіресе енді қылмыстық істер қарап жүрген судьяларға кей кезде өзіне алынған артылған жүкті көтеру де, оны өзінің жүрегінен өткізіп барып үкім шығару, шешім шығару оңай емес екені анық. Сондай кездерде судьяларға, мысалы судьялар одағының тарапынан ертең мысалы болашақта психологиялық көмек, сол мәселелерді ұйымдастыруға бола ма? Жалпы судьялар қауымын өзіне берілген жауапкершілік пен жүктемені өз бойынан шығару кезінде, немесе сол мәселелерді өзінің психологиялық тұрғыдан реттеу кезінде қандай көмек алар еді? Судьяның рухани денсаулығын қалпына келтіру үшін әрине ол өзімен өзі жұмыс істеу керек. Ол бір, өз тарапымыздан оқу орталықтары бар. Әр облыс соттың, әр өңірлердің басында оқу орталықтары жаңағы психологтарды тартып, кейде бір тренинг өткізіп жатады.
өздерінің денсаулығына ауыр тигеннен кейін біз ойлап отырмыз әр өңірде тағы бір поликлиникаға тіркесек судьяларды. Өйткені әскери қызметкерлері, ішкі істер қызметкерлері өздерінің әр баспасында поликлиникалары бар. Біздің судьялардың бөлек поликлиникасы жоқ екен. Очередьте отырып олардың жаңағы дәрігерге жүгіну деген мүмкіндіктері жоқ. Өткен уақыттар осы істерді қараумен өтеді. Енді бүгінгі күні жалпы сіздердің судья ретінде алдарыңызға келіп жатқан бұны құжаттарды, әсіресе мынау енді сот процесіне қажетті материалдарды қарап отырасыздар. Бұның шет жағасынан менің де хабарым бар, өйткені мынау қылмыстық іс жүргізудің процесстік құжат үлгілері деген құжат дайындаған кезде кітаптарды 2 томдық бұның алдында қаралған кезде мынау тергеу материалдарында болсын, немесе азаматтық істердегі мынау арыз талаптарда болсын, біраз заңдардың бұзылуы, жаңа нормаларды дұрыс қолданбау, тағы да басқа кемшіліктер кетіп жатқанын көрдік. Ол кемшіліктер былай айтқанда бір жағынан сауаттылық мәселесіне келіп тіреледі. Сол енді бүгінгі күні менің ойымша енді басқа заңгерлер ренжімес, дегенмен сауатты осы заңгерлердің ортасындағы ең біліктілік жағынан жоғары қауым, енді судьялар қауымы деп танимыз, енді соңғы шешім үкім сіздердің қолдарыңызда болғандықтан. Сол себепті сіздер мынау судьялар қауымы осыншама жинаған тәжірибені, осыншама білікті мынау басқа да заңгерлерге білім тұрғысынан, бағыт тұрғысынан үйрету жоспарларыңызда бар ма? Республикалық алқасы бізге жүгініп, біз меморандумға отырып, заң кеңесшілерінің саны республика бойынша 4,5 мыңнан асады екен. Біздің Астананың өзінде 1,5 мыңдай заң кеңесшілері бар екен. Сол кісілердің судьялардың бізге семинар берсе, оқытып, жаңағы үйретсе деген өздерінің ұсыныстары болғандықтан, соны қолдап, өзіміз семинар сабақтарының жаңағы тізімін құрып, өзіміздің судьялар өз білімімен бөлісіп, ол бір жағынан біздің жұмысымыз болсын, адвокаттар болсын, заң кеңесшілер болсын, бәріміздің жұмысымыз, мақсатымыз бір, халықтың құқықтарын қалпына келтіру. Сондықтан бір мақсатымыздың бірі болып отыр. Адвокаттармен де, жаңағы заң кеңесшілермен де сол семинарларды құру деген жоспарда бар. Керемет, енді бұл үлкен бір бастама болар еді. Меніңше ол барлық заңгерлердің біліктілігін арттыратын тамаша бір жоспарлы дүние деп бағалап отырмын. Енді жалпы өзіңіз сөз арасында айттыңыз, бүгінгі күнгі әлеуметтік желі бетіндегі көп сауалдар, халық тарапынан әңгімелердің барлығы кей кезде судьялардың көңіл күйіне де әсер етеді. Осы мәселенің айналасында бір кей кезде вакуумдар пайда болуы мүмкін, бос кеңістік. Сол кезде әрине сот жүйесіне көмекші ретінде келетін бұл журналистер қауымы, бұл бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері өздері жаңа дұрыс түсініп, дұрыс сауатты жазып, өз материалдарында танытқан кезде, ол кезде қоғамның да танымы тереңдей түсетін еді, менің ойымша. Осы бағытта енді судьялар осы бақ өкілдерімен қандай жұмыстар жүргізіп жатыр? Одақтың осы мәселенің айналасында бір жоспарлары бар ма? Біздің енді бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс істейтін бөлімдеріміз, әрине сын айтылса, әділетті сын айтылса, соттар оны әрқашан қабылдайды. Ол бізге көмек. Біз сонда деңгейімізді көтеріп, сындарға сәйкес болайық, оны енді жұмыс істейтін нәрсе екен деп дұрыс қабылдаймыз. Бірақ кейде өзіңіз айтқандай хайп ұстап, жаңағы әділетсіз нәрселер жазылған кездерде болады. Сондықтан біз өз тарапымыздан сот одағы атынан сол бір сайыс ұйымдастырмақшы болып жатырмыз. Ең дұрыс әділетті жақсы мақала, ең дұрыс әділетті жақсы бағдарлама деген сияқты ұйымдастырып, әр өңірде жүргізсек па деген ойымыз бар. Одан басқа мына судьялардың соттардың арасында ең жақсы жұмыс ұйымдастырылған сот деген сайыстар өткізіп жататын жаңағы жұмыстың бағыттарының бірі сол. Енді бұл судьяларға да, одан басқа жаңа сырттағы бұқаралық құралдарының өкілдеріне, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне, блогерлерге бір қызықты бір мотивациялық дүние шығар. Енді әрине сәттілік тілейміз жоспарларыңызға. Енді осы бағдарламадағы ойыңызды қорытып кетсеңіз. Бұқаралық ақпарат құралдарының журналистер болсын, адвокаттар болсын, жаңағы судьялар болсын, бәріміздің мақсатымыз бір. Әйтеке би айтқан екен, төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
алтауы ала болса, ауыздары кетеді деп. Сондықтан бірлігіміз нығайып, мақсатымыз бір, біз мемлекетімізді жоғары санаттағы мемлекет болып, алдыңғы қатарлы мемлекеттердің қатарына кіріп, сол халықтың біріншіден құқықтарын қорғап, біздің конституцияда жазылған ғой, ең мемлекеттің қадірлі байлығы ол адам деп. Сол тұрғыдан өзіміз бәріміз жұмыс істесек, ойлаймын біз алдың қатар мемлекеттің қатарына кіретіндей кәдімгідей жағдайымыз бар. Келгеніңізге рахмет. Енді сіздермен әрі қарай да жұмыс жүргізіп, осындай сұхбаттар құрамыз деген үлкен үмітіміз бар. Ендеше заң үстемдігі бағдарламасында және заң үстемдігі арнасында бізбен бірге болыңыздар.